Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Мемойти каналы. Бүгінгі видеода біз бір блоктағы выживанияның 4-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Міне осында істеген болатынбыз алдыңғы бөлімдерде. Осында әдемі қылып. Және де қазір біз блок жинаудан бастайық. Және достар, алдыңғы видеода сіздер 25 лайктан асырып тастапсыздар. Және дәл осы видеоға да 25 лайктан асырсаңыздар, бірден келесі бөлім түсіремін. Сосын лайк айырмайық достар. И каналға 500 подписчика сұрап, соны тезірек жеткізіп тастай салайық. Сіздердің қолдарыңыздан келетін білемін. Және бүгінгі видеода біз моб ферма салатын боламыз. Зомби фермасын. И және де бізде ағаштарды өскен бәрі. Және біз алдыңғы видеода мына жаққа бүкіл заттарымызды апарып тастадық. Мына жақта сундуктарға қазір заттарымызды салып тастаған болатынбыз. Мына ішінде заттар. Мына жақтарда да бар. Бұл жақтың астында. И мына жақта егінділер әрқайсысын бөліп қойдық. И мынаның астында біз пеш қойдық. Әдемі қылып, мына төбесіне мынандай верстак. Ал енді қазір біз уже 3-ші бөлімге өту керек болады бізге. Сол үшін біз крипер қашу керек енді. Жай түсіп келе жатыр. Қазір бұны ұрамыз. Қайықта бұл? Бір жаман жаңғыздырмайық бұны. Газ. Ой, кет. Қазір мына жақтан түсіп. Мына жақтардан да ұрып тастайық. Мұны достар өлтірдік. Енді осы жақтан бізге тағы да фермалар. Тағы да бір басқа зомбилар түседі. Сол үшін абай болу керек. Алыстан қасып тұра берейік. Міне және бізде жер шығып жатыр. Бізге жер көп керек. Енді кеттік. Міне бізде сундук шықты. Ішінде бізде керекті грейбилар мен қаусындар. Міне сундук шықты енді бізде. Ішінде тағы саңырауқұлақтар мен кожа бар. Міне енді бізде тағы бір сундук шықты. Одан жүрекшелер шығып жатыр. Ішінде басқа. Біз қазір 683 блок қазған болатынбыз. Содан шыққан. Енді бізде заттарымыз көп. Міне осы жақта заттар жиналып. Енді ішін ашып көрейік. 3, 2, 1, кеттік. Ішінде достар мұз шықты. Бізге енді ферма жасауға болады. И сүйек. Костная мукалар бар. И бар. Енді уже келесі уровеньге өтетін боламыз. Міне 20 секунд бар. Міне енді бізде жаңа уровень, 3-ші уровень. Бізде енді мынау тағы бір заттар шығып жатыр. Енді бұл. Бұл жер. Айтпақшы бәсе. Бұл енді қыстық жер бізде. Сол үшін енді көп деген қарулар шығып жатыр енді. Бірден бәрін ала береміз. Қазір достар мұна тұрған ағаштардың бәрін жинап, қайтадан егіп, қайтадан алатын боламыз. Екеумізге зомби фермасы дегенімізде көптеген ағаш керек болады. Ол бізге зомби фермадан көптеген заттар ала аламыз. Сол үшін кеттік. Міне енді біз ағаштардың бәрін жинап тастадық. И осыларды қазір бармен еге тұрамыз. Түсіп жатыр қазір. Қазір бізге көбінде кәдімгі ағашпен керек. Қандай саженец туба. Сонымен істейтін боламыз. Өйткені бұндай бізде қазір ағаштар көп. Сол үшін бәрі бір цвет болған дұрыс сияқты деп ойлаймын. Біздің фермамыз. И мыналар басқалар түсіп өсем дегенше біз қазір егін фермасын салып тастайық. Өйткені мұз солар бар. Енді бізде керекті заттар алып алайық. Бізге мықты жоқ ештеңе. Жоқ. Мықты. Бізде бір мұз керек. Сол үшін ағаш и мотыга істеу керек айтпақшы бізге достар. Екеу жетеді. И бір мотыга істейік. Енді мынаны ауыстырып қоямыз. Бізге енді мынау бұрышын істейтін боламыз. Мынау бір жерін. Мынаның астына су қоятын боламыз. Қазір мұзбен. Алып үлгердік. Жоқ достар бұл. Кәдімгі мәші мұз екен. Көк мұз деуге болады. Бұдан су шықпайды. Сол үшін біз айтпақшы. Мына жақта өзіміздің суымыз бар. Соны қоя салайық. Қайықта еді ол? Мына жақта міне. Сол үшін осыны қоямыз.
кейін барып бесконечный су істейтін боламыз. Міне осы жаққа қойдық. Енді мотыгамен 1, 2, 3, 4 блокқа шейін көтере алады. Ал мына жақтардың бәрін 3, 4. Мына бір блокта отырайық. И мына жақтың бәрін мотыгамен істеп тастаймыз. Қазір біз факелімізді қоя салайық. Факелді мына жаққа, и мына бір жерге де қоя салайық. Қазір бізге сәбіз керек, егінділерін. Сәбіздерін яқты айтпақшы. Сәбізге бір сәбіз бар екен. И бізге өсіретін. Нау керек, и костная мука қайда. Міне, бізде 4 бар. Көкембай ауыстыра тұрайық. Қазір мына бәрін костная мукаға ауыстырамыз. Енді сәбіздерді егейік. Бізде бірақ сәбіз бар. Оның өзі болады. Енді мына костная мукамен өсіреміз. Ой, үшеу шықты уже. Үшеуін осылай көбейте береміз. Міне бізде уже 11. Бірден, ой, жерім кетіп батыр. Қазір мына жағы дұрыс болмапты мотыгамен. Істеп тастайық. Міне. Қазір достар, бізде бір зат ұмытып кеттім. Қазір қоршайық. Кішігірім атты секіріп. Басқаша бірдеңе болып кетті. Бізде каменіміз бар екен. Қазір оны былай ауыстырайық. Мындайға. Что-то жетпей қалған сияқты. 8 жетеді. Қазір 12-сі бар. Жетеді ойым 12-сі. Жан-жағын қоршағанға. Ар жағын былай. Там факелді алу керек екен ғой. Осы жағын жабамыз енді. Тура жетті деуге де болады. Енді біз мыналарды қайтадан өсіріп тастай берейік. Міне, өсіріп жатыр қазір. Уже бітіп қапты бізде. Бірақ нормально жетеді ойым. Бізде қанша уже? 18 бар. Мыналардан бөлек. Олардың бәрін егіп тастайық енді. Ауыт тура жететін сияқты жатыр. Достар, тура жетті. Енді біз төбеде не болып жатқанын көрейік енді. Ағаштарымыз не болып жатыр. Саженістер шыққан, біреу қазір еге салайық десіз. Уже біреу өскен. Тағы бір саженіз. Мықты тағы бар. И мыналарды егіп тастаймыз. Енді бұларды өскен күтетін боламыз. Міне мынақты уже біз екіміз бар еді, соның біреуін қойып едік. Біреу шықпады, ал біреуінен шықты. Сосын мына жақтан шыға тұрайық. Біз қазір бесконечный су істей салайық. Не үшін екенін білмеймін, аны біріншісінен шықпаған. Бір екеуді бірден мұз еді. Мынаяқтан бірден суымызды ала тұрайық. Қазірге и бесконечный су істеп тастайық. Қазір мынаяқтан біреу былай қойса, біреу міне. Бұл бізде бесконечный су бар. Ортасын алып қоя беретін боламыз. Қазір, давай. Болды. Міне енді осы ағаштар бізге жетіп қалды деп ойлаймын. Қазір бізге ар жаққа бару үшін сәл кішігірім ағаштар керек. Сол үшін енді осы жақтардан соғатын боламыз. Енді кеттік. Бастайық. Мынандай платформа қылып істедім. Міне достар, біз осындай көтерілдік. Қазір осындай биіктікте. Бұл жағына жақта зомбилар толып үлгеріпті. Біз осыған су арқылы түсіп көтеріп қойдық. И біздің төбеден үйіміз осылай болып көрінеді. Әдемі көрінеді достары. Енді қазір мына ағашты алсақ, мына қара ағаш. Енді біздің осыншалықты аз ғана ағаш қалды. Енді біз оны тағы да алатын боламыз. Ар жақтың ағаштарды уже өз қалған көбісі бәрі деуге де болады. Қазір осылай енді соға беретін боламыз. Міне достар, біз уже бітіріп қалдық деуге де болады. Уже мына төрт жағында істеп тастадық. Енді біз төбесін ғана жан-жағын жабу керек болады. Қазір біздің жеріміз осындай. Міне уже егіндеріміз өскен сияқты. Өскен оларды кейін жинайтын боламыз. Жәнеден мына люктерді не үшін қойды деп ойлайтын болсаңыздар, бұл жақтан зомбилар мынақты бір блок деп тұрады, сөйтіп түсіп кетеді. Бұл оларды түсу қиын болады. Бізде ағаштарымыз мына жан-жағын қарамен жабу керек болады, өйткені бізде ағаштарымыз бітіп аз, қара ағаштар көп. Осының жан-жақтарын жаба беретін боламыз. Осылай қылып. Міне достар, біз уже бітірдік. Қазір уже қандай болғанын көргіңіз келіп тұрған шығар.
қазір біз біріншісін көрсек, біз мына крышасын жаптық, осындай қылып әдемі қылып. Мына жақта үлік тауып қойдық, ашып жауып қоя саламыз. Бұл да әдемі. Ал енді ең қызықты сәт. Ферманы көрсек, міне достар, осындай ұзын қылып әдемі қылып істедік. Бұны да үлкейтсек те болады, кейін барып сол кезде көп те болып түседі. Өз жақтан пауктар шығып кетті. Қазір өлтіре салайық. Мына жақта тағы бір паук. Мына жақта немде пауктар көп па? Олар что-то өлмейтін сияқты пауктар. Ішінен. Қазір мыналардың бәрін өлтіре салайық. Мына тағы бір паук бар. Что-то екеу бар. Біреуін қуата салу керек еді. Мына ішінен что-то пауктар жандары мықты сияқты. Мынаның ішін көрсек. Ішін біреуін қазайық та. Мына уже заттар жаман көп түсіп жатыр достар. Көрдіңіздер ме? Достар, біз уже етімізді көрдіңіздер ме? Костарды жаман көп. Енді бізге көп. Мыналардың бәрін өсіре алатын боламыз. Біз уже 57 бар қазірдің өзінде. Мынау порықтарды жаман көп. Бір жарым ауыстырып бар. Еттерді көп. Енді достар, бұл көптеген. Енді осы видео 25 лайкқа тұра беріп деп ойлаймын, сол үшін смело басып қоя беріңіздер. 500 подписчикке сара қалып, соны бірден жеткізіп тастасақ, мынандай жақсы болады. Мынау тағы келе жатыр ғой пауктар. Және достар, бүгінгі видеоны аяқтайық. Видеоны сау лайк басып, канал тіркеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мемойти каналы. Қош, сау болыңыздар.